Баршаңызға сәлем, халық ем арнасының оқырмандары. Бүгін сіздермен суықтаудан емделудің сан түрлі жолдарымен бөлісетін боламыз. Видеоны бастамас бұрын лайк пен қоңыраушаны басып, арнамызға тіркеліп алыңыз. Әр елдің салты басқа болатыны сияқты, әлемнің әр елінде кейбір маусымдық ауруларға қарсы ем шаралары да әртүрлі болып келеді екен. Мысалы, Германия тұрғындары мұрын бітеліп, одан су кету байқалғандағы кәдімгі ақжелкек, яғни хрен жапырағынан жасалатын қоспамен емделеді екен. Бұл емнің тиімділігі көнеден белгілі. Ақжелкектің құрамында бактерияны қуатын, вирустар мен түрлі саңырауқұлаққа қарсы күресетін заттар бар. Ағза оны жатсынбайды және жеңіл қабылдайды. Өйткені ақжелкек пайдалы бактерияларға зиянын тигізбейді. Шектегі бөгде бактерияларды қуады. Иммунитет жүйесін бекітетін, күшейтетін қасиеті бар. Ал емдік қоспаны әзірлеу үшін ақжелкекті ұсақтап турап, алма мен қант қосу керек. Күніне 2-3 рет ас қасық мөлшерінде қабылдайды. Ал румындықтар дене қалтырай тоңып, тітіркеніп, суықтаудың белгісі басталғаннан лимон мен тұздың көмегіне жүгінеді екен. Жарты лимонды сығып, шырынына 1 шай қасық тұз қосады. Оған 50 грамм су араластырып, мұрын қуысына пипеткамен тамшылатады екен. Танауды ашытқанмен бұл ем түрі тамақтағы жаңа басталған қорғау мен жөтелді де тез басады екен. Тұз суықты қайтарып, жүйке талшықтары мен майда қан тамырларын қыздыра отырып жұмысын жандандырса, лимон құрамындағы С витамині вирустарды жояды, аурудың дамуы мен өршуіне жол бермейді. Бірақ дәрігерлер бұл амалды 6 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайтынын айтады. Ересектердің де абай болғаны дұрыс. Ащы тамшы тыныс жолымен тікелей байланысты есту жолдарына зақым келтірмеуі керек. Солтүстік Европада тұрғындары суықтай қалса, аяқты сода қосылған жылы суға салады екен. Бастапқыда су температурасы 37 градус болу керек. Аяқты тобыққа дейін сол суға салған соң, айналасына жылы одеяламен орап қояды. 3 минуттан кейін оған жаймен қайнап тұрған ыстық су қосады. Әр 3 минут сайын осылай үстемелей отырып, су ваннасында 20 минут отырғанда дене тершіп босаңси бастайды. Жылу табаннан басталған тамырларды кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. 15 минутта лимон қосылған қайнаған су ішуге болады. Ол иммунитетті көтеріп, ағзадағы суықты қуады. Бұл екі амалды егіздесе жарасады. Өйткені табаннан суық өткенде ондағы қан айналымы баяулайды да суық тамырлар арқылы мұрын мен тамаққа барады. Яғни суықтау табаннан басталады. Ал табаннан бастап бүкіл бойды жылытып, тамырдың жұмысын жандандырып, қан айналымын жақсартатын бұл амал адамды төсек тартып жатып қалуға, қызудың көтерілуіне жеткізбей, санаулы күнде ақ сап-сау етеді. Оны кемінде 3-4 күн жасау керек. Ал солтүстік Америка тұрғындарының дене дел-сал болып, тамақ жыбырлап, мұрыннан суаға бастағанда жасайтын емі ерекше. Олар кепкен иткендір, яғни пасконник шөбінің 2 шай қасығын 500 мг қайнап, суытылған суға салып 4 сағат тұндырады. Сүзіп алып, бөлме температурасында сақтайды. Осы қайнатпадан күніне 3-4 рет тамақтан 15 минут бұрын 100 мг-нан ішіп жүрсе, көп ұзамай-ақ өздерін жақсы сезініп, тезірек жазылып кетеді екен. Бұл қайнатпаны 6 айлық балаға да беруге болады екен. Иткендір иммунитетті нығайтып, зат алмасуды жақсартатын, адам ағзасына өте пайдалы. Құрамына байланысты соңғы кездері фармацевтикада жиі қолданыла бастаған өсімдік. Оны дәріханадан табуға болады. Нидерландықтар дегенде тамақ пен мұрынды камфора майы немесе түймедақ тұнбасымен булайды. Тамақты қырнай қашытып, мұрынды бітеп, көзі жасауратқан жедел өтпелі респираторлы вирус асқынбай жатып, ауылына қайтатын көрінеді. Түймедақтың суықтау мен қабынуға қарсы әсері күшті екені белгілі. Камфора майы да қыздыру арқылы бастапқы кезеңде жақсы көмек бере алады. Дәрігерлер бұл тәсіл бронхит, трахеит сияқты тыныс жолы ауруларына қарсы ем кезінде өте пайдалы дейді. Бірақ оны жас балаларға жасауға болмайды. Ыстық бу олардың терісін, тыныс жолдарын күйдіруі мүмкін. Суықтаудан сақтану жайлы біле жүрген дұрыс әрине. Бірақ қандай ем шара жасасаңыз да дәрігерге көрінуді, нағыз маманмен кеңесуді ұмытпаңыз. Бұл жерде берілген ақпараттың барлығы ауырмаңыз газетінен алынған. Егер видео ұнаса және пайдалы болса, арнамызға жазылып, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.